Саламатсыздар ма? Сіздермен мына 4-ші дәрежелі теңдеуімізді қарастырайық. X-тің 4 дәрежесі азайтылған 5x-тің кубы қосылған 10x-тің квадраты азайтылған 10x қосылған 4 нөлге тең дейді. Бұл бізде қайтымды теңдеу ретінде шығарамыз бұны. Бұны шығару үшін ең бірінші барлығын x квадратқа бөліп тастайық. X квадратқа бөлейік және x тең емес 0 деген шартымыз бар. Енді осыны x квадратқа бөлген кезде бізде не шығады? Соны жазайын. X-тің квадраты азайтылған 5x қосылған 10 азайтылған мына жақтан 10 бөлінген x қосылған 4 бөлінген x-тің квадраты 0-ге тең. Біріншісі мен соңғысын, екіншісі мен төртіншісін бірге топтастыратын болсақ, бізде көріп отырғандарыңыздай, мұнан x квадрат қосылған 4 бөлінген x-тің квадраты азайтылған 5-ті жақшан сыртына шығарып жіберсем, x қосылған 2 бөлінген x қосылған 10 0-ге тең екендігі шығады. Ал енді осы жерден алмастыруымызға келетін болсақ, мынандай алмастыру жасаймыз. X қосылған 2 бөлінген x-ті біз t деп белгілесек, онда x квадрат қосылған 2 еселенген x көбейтілген 2 бөлінген x қосылған 4 бөлінген x-тің квадраты ол t квадратқа тең ғой. Мына екеуі қысқарып, сонымен x квадрат қосылған 4 бөлінген x-тің квадраты ол t квадрат минус 4-ке тең екен. Енді осыдан ары қарай есептейтін болсақ, енді мына x квадрат қосылған 4 бөлінген x квадраттың орнына t квадрат минус 4-ті қояйын. Сонда t квадрат минус 4 азайтылған 5 еселенген t қосылған 10 бұл 0-ге тең. Сонымен t квадрат минус 5t қосылған 6 0-ге тең. Енді осының мәнін есептейтін болсақ, Виет теоремасымен бұл бізде қандай? 2 мен 3 деген сандар t минус 2 және t минус 3 тең 0. Олай болса біз t-ның мәні 2-ге тең және t-ның мәні 3-ге тең екендігін таптық. Ал енді біз бастапқыда t деп отырғанымыз x қосылған 2 бөлу x еді ғой. Онда мен соның әрқайсысын 2-ге және 3-ге теңестірейін. X қосылған мына жақта 2 бөлінген x бұл 2-ге тең дедік. Енді барлығын ортақ бөлімге келтіретін болсақ, x квадрат азайтылған 2x қосылған 2 0-ге тең деген шығады. Әрине бұдан көріп отырғандарыңыздай, бұл x минус 1-дің квадраты плюс 1 тең 0 деп жаза салсақ та болады. Немесе дискриминант арқылы тапсақ та болады. Оның бәрібір дискриминант 0-ден кіші екендігін аңғаруымызға болады. Дискриминант сонда ол 4 азайтылған 8 бұл 0-ден кіші, яғни бұның нақты түбірі жоқ екен. Нақты түбірі табылмайды. Тек қана комплекс түбірі бар. Бірақ ол жерде бізде комплекс түбір туралы тапсын деп ештеңе айтылмаған ғой. Сондықтан енді екінші жағдайымыз x қосылған 2 бөлінген x-ті 3-ке теңестірейік. Сонымен бұны шығаратын болсақ, бізде не шығады? X-тің квадраты азайтылған 3x қосылған 2 тең 0. Ал енді бұның түбірін Виет теоремасы арқылы тапсақ, x минус 1 x азайтылған 2 тең 0, сонымен бізде x-тің мәні 1-ге және x-тің мәні 2-ге тең екен. Сонда мынау біздің мына берілген теңдеуіміздің түбірі екен. Ал жалпы жағдайда айтатын болсақ, мынау 4-ші дәрежелі теңдеудің 4 түбірі бар деп айтамыз ғой максимум. Сонда біздің мына екеуі көріп отырғандарыңыздай 2 нақты түбірі табылды да, ал мына жақта комплекс түбірі 2 комплекс түбірі бар екен. Сонымен бізге берілген мынау нақты түбірлерін таптық, ол 1 және 2 деген сандар екен мына 4-ші дәрежелі теңдеуіміздің.